Саламатсыздар ма, құрметті құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі лекциямыз еңбек құқығы мен еңбек экономикасының ең маңызды категориясының бірі жалақы, яғни жалақының формалары мен жүйелеріне арналады. Жалақы жұмыскердің еңбегіне берілетін негізгі табыс көзі. Оның материалдық әл-ауқатын қамтамасыз ететін басты экономикалық тетік болып табылады. Бұл ұғымның мәнін, құрылымын, есептеу тәсілдерін және қолданылатын жүйелерін білу кез келген қызметкер мен мекеме басшысы үшін маңызды болып келеді. Яғни бұл лекциямызда қарастырылатын сұрақтар: бірінші, жалақының түсінігі және еңбегі үшін көтермелеудің басқа да түрлерінен айырмашылығы. Екінші, жалақыны құқықтық реттеудің әдістері. Үшінші, еңбекке ақы төлеу нормаларының жергілікті және жеке рөлі. Және төртінші сұрағымыз, кепілді және өтемақылық төлемдердің түсінігі және түрлері. Жалақы бұл жұмыс берушінің жұмыскерге оның атқарған жұмысы немесе қызметі үшін төлейтін ақшалай сыйақысы. Жалақының негізгі әлеуметтік экономикалық мәні бұл мынада: бірінші, қызметкердің табысы, яғни оның өмір сүру деңгейін анықтайды. Екінші, еңбекке ынталандыру құралы. Бұл жұмыс сапасын, өнімділігін арттыруға әсер етеді. Үшінші, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету құралы, яғни еңбек мөлшері мен ақы мөлшерінің сәйкестігін белгілейді. Төртінші, мемлекет деңгейіндегі реттеуші тетік. Бұл жерде ең төменгі жалақы тарифтері арқылы елдегі экономикалық жағдайды реттейді. Жалақы бірнеше элементтен тұрады. Бірінші элемент – негізгі жалақы. Қызметкердің нақты орындалған жұмыс үшін төленетін базалық жалақы. Мысалы, сағаттық, күндік, айлық, тарифтік ставкалар болып келеді. Екінші, қосымша жалақы. Яғни жұмысшының негізгі жұмыстан тыс атқарған міндеттері үшін төленетін төлемдер. Оларға мыналар жатады: мереке және демалыс күндеріндегі жұмысы үшін қосымша ақы. Екінші, түнгі уақыттағы жұмыс ақысы. Үшінші, жұмыс істемеген, бірақ төленетін уақыт, яғни ол демалыс немесе іс-сапарлар жатады. Үшінші, ынталандырушы төлемдер, яғни сыйақылар, премиялар, үстемақылар. Үстемақылар деп отырғанымыз бұл кәсіби шеберлігі үшін, зиянды еңбек жағдайы үшін және тағы да басқа осындай жүйеліктер үшін берілетін ынталандырушы төлемдер. Төртінші, компенсациялық төлемдер, яғни еңбек жағдайының ерекшеліктеріне байланысты берілетін үстемелер. Ауыр және зиянды жағдайда жұмыс істеген үшін, кесімді нормадан тыс орындаған жұмысы үшін төленеді. Жалақыны ұйымдастыру мен төлеу бірнеше негізгі қағидаттарға сүйенеді. Бірінші, әділеттілік қағидаты, яғни еңбек мөлшеріне сәйкес ақы төлеу, күрделі, жауапты, шеберлікті қажет ететін еңбек жоғары бағалануы тиіс. Екінші, ең аз жалақының сақталуы, яғни мемлекет белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері барлық жұмыс берушілер үшін міндетті. Үшінші, еңбек өнімділігі мен жалақының өзара байланысы, яғни жоғары өнімділік, жоғары жалақы. Төртінші, уақытылы төлеу қағидаты. Жалақы белгіленген мерзімнен кешіктірілмеуі тиіс. Жалақыны төлеудің екі негізгі формасы бар. Уақыт бойынша жалақы. Бұл формада жалақы жұмыскердің нақты жұмыс істеген уақытына төленеді. Екі негізгі түрі бар: жай уақыттық жүйе және уақыттық сыйақылық жүйе. Жай уақыттық жүйе бұл қызметкердің айлық немесе сағаттық тарифтік ставкасына сәйкес төленеді. Мысалға, бір сағатқа 1500 теңге төленсе, 160 сағатқа
240 мың теңге төленеді деген мысалы. Ал екінші уақыттық сыйақылық жүйе. Бұл базалық жалақыға қосымша сыйақы төленеді. Сыйақы белгілі бір көрсеткішке жеткені үшін беріледі. Және ол жерде сапа және жоспардың орындалуы және тәртіп сақталады. Бұлардың артықшылығы еңбек сапасына мән беріледі, қызмет көрсету саласына қолайлы болып келеді. Ал кемшілігі еңбек өнімділігін әрқашан дәл көрсетпейді. Үшінші, кесімді жалақы. Жалақы орындалған жұмыстың санына қарай төленеді. Мысалы, бір өнімге 500 теңге төленсе, 300 өнімге жасалса 150 мың теңге төленеді. Яғни, кесімді жалақының бірнеше жүйесі бар. Бірінші, тікелей кесімді жүйе. Яғни ол жерде әр өнім бірлігі белгілі тарифпен бағаланады. Екінші, кесімді сыйақылық жүйе. Норма асыра орындаса қосымша сыйақы беріледі. Үшінші, кесімді прогрессивтік жүйе. Нормадан тыс жасалған өнім үшін жоғары тариф белгіленеді. Төртінші, ілесімді кесімді жүйе. Негізгі жұмысшының нәтижесіне қызмет көрсететін жұмысшының жалақысына байланысты болады. Мысалы, жабдықтаушы, контролер, көмекші жұмысшылар болып келеді. Бесінші, жанама кесімді жүйе. Яғни, технологиялық қызмет көрсетуші жұмысшылардың жалақысы негізгі жұмыс орындаушының өнім көлеміне тікелей байланысты болады. Бұлардың артықшылығы еңбек өнімділігін арттыруға күшті ынталандырады. Ал кемшілігі сапаның төмендеуіне, шамадан тыс жұмыс істеуге әкелуі мүмкін. Жалақы төлеудің аралас жүйелері. Кейбір ұйымдар уақыт пен өнім көлемін біріктіретін аралас жүйелерді қолданады. Бұлар аккордтық жүйе, контрактылық жүйе, бонустық жүйе болып келеді. Аккордтық жүйе бүкіл жұмыс көлемі үшін алдын ала жалпы жалақы белгіленеді. Жұмыс тез әрі сапалы орындалса, қосымша сыйақы беріледі. Контрактылық жүйе. Бұл жерде жалақы еңбек шартында жеке келісім бойынша анықталады. Басшылар мен жоғары білікті мамандарға тән. Үшінші, бонустық жүйе. Базалық жалақыға үлкен көлемдегі сыйақы пакет қосылады. Көбіне сату бөлімдерінде, қаржы және қызмет көрсету салаларында қолданылады. Қазіргі еңбек нарығы жаңа төлем көздерін енгізуді талап етеді. Құзыреттілікке негізделген жалақы, яғни бұлар жұмыскердің кәсіби дағдысы, білім деңгейі, қабілеттілігі ескеріледі. KPI негізіндегі жалақы, яғни нақты өлшенетін көрсеткіштер бойынша сыйақы тағайындалады. Сатылым көлемі, өндірістік жоспары және клиент қанағаттануы. Жалақы төлеудің қауіпсіздік және заңдылық талаптары. Жалақы төлеу кезінде еңбек шарты жасалуы тиіс. Жалақы мөлшері ашық көрсетілуі керек. Кемсітушілікке жол берілмейді. Жалақы айына кемінде 2 рет төленеді. Көп елдерде да ол. Келесі, еңбек заңнамасы бұзылса, жұмыс беруші әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қорытындылай келе, жалақы еңбек қатынастарының өзегі болып табылады. Ол қызметкердің әлеуметтік жағдайын қамтамасыз етеді, ал жұмыс беруші үшін тиімді еңбекке ынталандырушы құрал болып табылады. Жалақы дұрыс таңдалған формасы мен жүйесі еңбек өнімділігін арттырады, сапаны жақсартады, ұйым тиімділігін көрсетеді, қызметкердің қанағаттанушылығын қызметін қамтамасыз етеді. Жалақы жүйесі дұрыс ұйымдастыру кез келген ұйымның табысқа жетуінің маңызды шарты болып келеді. Жалақы бұл еңбек үшін төленетін ақшалай сыйақы және ол қызметкердің материалдық жағдайын айқындайтын негізгі табыс көзі болып табылады. Сонымен қатар, жалақы жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы экономикалық қатынастардың маңызды элементі. Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынысқа
көп байланысты болып келеді. Еңбек өнімділігіне және мемлекеттің әлеуметтік саясатына тікелей байланысты. Нарықтық экономика жағдайында жалақы тек еңбек құнының көрінісі ғана емес, сонымен бірге ынталандыру, реттеу және қызмет әлеуметтік қорғау құралы ретінде де қызмет атқарады. Оның мөлшері қызметкердің біліктілігіне, жұмыс тәжірибесіне, атқаратын қызметінің күрделілігіне және еңбек жағдайына байланысты анықталады. Осылайша жалақы тек табыс көзі ғана емес, ол қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуының маңызды көрсеткіші болып табылады. Назарларыңызға рахмет.